Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз достық өмірлік нұсқа. Нөмірі 3-ші сабақ. Оқу мақсаты ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді қолдану, авторына сілтеме жасау, мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Ой қозғау! Оқушылар, достық жайында айтылған шешендердің қандай сөздерін оқыдыңыздар? Достық, өмірлік нұсқа дегенді қалай түсінесіңдер? Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ертеректе ел ішінде Әйтімбет деген сөзге шешен адам өмір сүріпті. Бір күні замандастар әңгіме дүкен құрып отырған шақта оған осы достықтың неше түрі болады деп сауал тастаған екен. Сонда Әйтімбет: достықтың екі түрі болады. Біріншісі адал достық, екіншісі амал достық деп жауап қайтарыпты. Замандастары тағы да: онда осы екі достықты қалай ажыратамыз деп сұрапты. Әйтімбет ойланбастан: адал достық өмірлік нұсқа болады, амал достықтың өрісі қысқа болады деп жауап қайырыпты. Бірінші тапсырма: тыңдаған мәтініңіз бойынша төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ: Әйтімбет пен жанындағылар не туралы сөйлесті? Екінші сұрақ: достықтың қандай түрлері бар екен? Үшінші сұрақ: амал достық деген не? Төртінші сұрақ: достықпен қандай мінездер сыйыспайды? Дескриптор сұрақтарға нақты жауап жазады, өз пікірін білдіреді. Барлығы 4 ұпай. Екінші тапсырма: мәтіндегі оқиғаны өз ойыңызбен болжап, жалғастырып жазыңыз. Екі дос сахарада сапар шегіп келе жатып әлденеге келісе алмай ерегісіп қалады. Бірі ашуланып, екіншісінің бетінен ұрып жібереді. Досының соққысы жанына батса да ол жақ ашпайды, бірақ құм бетіне: бүгін менің жан досым бетімнен ұрды деп жазады. Содан соң сапарларын ары қарай жалғастырады. Көп ұзамай алдарынан үлкен көл кездеседі. Екеуі суға түсіп салқындап алуға бекінеді. Суға түскені сол-ақ екен, таяқ жеген жігіттің аяғына балдыр оратылып тұншыға бастайды. Екінші тапсырма бойынша дескриптор оқиғаны болжап, өз ойын жалғастырып жазады, оған 1 ұпай, мәтіннің мазмұндылығына мән береді, оған 1 ұпай, өз идеясын көрсетеді, оған 1 ұпай, мәтінде қандай да бір дерек немесе пікір қолданып, авторын көрсетеді. Мысалы, достық туралы Әйтімбет шешен былай деген, тағы басқа, оған 1 ұпай. Орфографиялық нормаға сай қатесіз жазады, оған 1 ұпай. Тыныс белгілерін дұрыс қолданады, оған 1 ұпай.